Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен шайдың пайдасы мен зияны туралы бөлісетін боламын. Арнама жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Шайдың тарихына тоқтала кетейік. Шай ішу дәстүрі ежелгі Қытай елінен бастау алады. Аңыз бойынша жермен ұшып келген бірнеше шай жапырағы Қытай императоры үшін дайындалып жатқан ыдыстағы қайнаған суға түсіп кетеді. Сусын өзінің дәмімен және хош иісімен берушіні қатты қызықтырады. Сол күннен бастап ол өзінің қол астындағыларға шай демдеп, оны ішуді бұйырады. Шайдың өзіне тән хош иісі, тіл үйіретін дәмі, шөл қандырып сергітетін әсері бар. Жас жапырақшалар қытайша чай дегенді білдіреді. Осыдан шай атауы шыққан. Байқа шайы да қытайша бай хоа аударғанда ақ кірпікшелер дегенді білдіреді. Шынында шай жапырақшалардың беті ақ кірпікшелерге ұқсас жіңішке күміс талшықтармен қапталған. Қазіргі уақытта байқа сөзі үгітілген деген мағынаны білдіреді. Алдымен Қытай шай өндірушілерінің жалғыз ел болғандықтан оның құпиялары мықты қорғалған. Дегенмен бір ағылшындық шай тұқымын ұрлап қана қоймай, оны өңдеудің күрделі жолын да біліп алған. Олардың арқасында еуропалықтар шайды өз мекендерінде егуді білген. Шайды тек әйелдер ғана жинаған. Себебі әйелдердің нәзік қолдары шайдың иісін одан сайын күшейтеді деп есептеген. Ал Қытай императоры үшін шайды тек 16 жасқа дейінгі қыздар ғана жинаған. Ал қара шайдың аңызына келіп тоқталсақ, жау шапқыншылығы кезінде Қытайдың бір провинциясында шай жапырақтарын тез кептіремдеп күйдіріп алады. Кейін байқаса, хош иісті керемет дәм береді. Осыдан соң қара шай түйіршіктерін дайындау мәдениеті қалыптасады. Ал енді шайдың емдік шипасына келіп тоқталсақ, сүт қосылған қою және тәтті шай халық еміне нашадан, дәрі-дәрмектен, ішімдіктен уланған жағдайда ол удың бетін қайтаратын емдік сұйықтық ретінде пайдаланылады. Бал, қара бұрыш қосылған шай, зәр қоғыш және тыныс жолдарына суық тигенде терлететін дәрі болып табылады. Жас шай шырын сөлімен немесе ұнтақтатылып үгітіліп кепкен шайымен дененің күйген жерлерін емдейді. Кепкен көк шайды шайнау жүрек айнағандағы және аяғы ауыр әйелдерде, автокөлікте шайқалғаннан, теңіз сырқаттарынан болатын құсып қаттылық суды басуға жақсы көмектеседі. Көк шайдың қою тұнбасы денедегі сыртқы жараларды тіпті жүйелі пайдаланған жағдайда асқазан мен ішек жараларын жазады. Көк шай тұнбасы қан қысымын түсіреді. Кешегі шай бұзылмаған болса, оны тәнге тарту арқылы емдік мақсатта пайдалануға болады. Себебі бір тәулік тұрған шайда қышқылдар мен фтор көбейеді. Тіл ойылғанда, экземаға, теріге жарақат түскенде іріңді жараларға ем ретінде пайдаланады. Кешегі шаймен көзді сүртсе де қызарғаны басылады. Таңертеңгі және кешкі тіс тазалар алдында онымен ауызды шайса, тістің түбі нығаяды. Қытай медицинасында шайды уланған адам ағзасын емдеуге пайдаланған. Онымен ауыр тері жарақаттарын емдеп, дене еңбегімен шұғылданғанда сергу үшін ішкен. Шай түрлері бактерияларды өлтіре алатын күшке ие. Негізінен ол сүзек, дизентерия тәрізді аса қауіпті бактерияларды жояды. Шай қан құрамы, жүрек жұмыстарын жақсартады. Шай бүйрекке тас байлануын болдырмайды. Жақсы өскен шай жапырағында С, В1, В2, А, Р дәрумендері бар. Оны беталды іше берсең, шай өңінде өзгеріп, ұйқыны қашырады. Шайды тым қою етіп дайындап ішсеңіз, оның құрамында кофеин жүйке жүйесінің қызметін бұзады, қан қысымын күшейтіп жібереді. Шай 18 градус ыстықтан төмен болса, жұпар иісі мен адам жанын сергітетін шипасын, дәмдік татымдылығын жоғалтады. Сізге онша әсер етпейді. Асықпай ұрттап ішуге ас қорыту органы, тамақ, асқазан күйіп қалмайды. Көк шайда да жан мен тәнді жадырататын дәрумендер көп. Шай тұнбасындағы Р дәруменді адам ағзасына С дәруменді жақсы сіңіруіне көмектеседі. С дәрумені жетпеген адамға көк шай ішу қажет. Көк шайды дұрыс пайдалана білген адам ерте қартаймайды. Шай тұнбасында қан капиллярларын бекітеді, жүйкені жақсартады. Көк шайдың пайдасы мол. Адамды семіртпейді, несеп бөлу және жүрек бұлшықеттерінің қызметін күшейтеді. Қан қысымы төмендетеді, адам жанын сергітіп, сейілтеді. Көк шай жүрек тамыр ауруларына, әсіресе қан қысымының жоғарылауы мен атеросклероз сырқатына, адамдардың ерте қартаюына, әжімнің ерте түсуіне ем. Тұнба құрамында алкалоидтер мен дәрумендер болғандықтан, оның алкогольге қарсы күші де бар. Қытай, Жапон елінде көк шай жоғарғы бағаға ие. Шайды қай кезде ішуге болмайды? Аш қарынға ішпеңіз.
ас қорыту жолындағы ішкі мүшелер шайдың кесірінен зақымдануы мүмкін. Шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Ыстық шай ауыз бен жұтқыншақты ас қорыту жолдарын күйдіреді. Бұл сусынды суып қалған күйінде де ішуге болмайды. Ондай шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз. Ол денсаулыққа зиян. Егер түн уақытында болса, ұйқыңыз келмей, басыңызды ауыртуы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші болмаңыз. Ол дәрінің күшін жояды. Шайды тамақтың алдында немесе тамақтан кейін ішуге болмайды. Тамақ пен шайдың арасы 30 минуттай болуы тиіс. Шай тұрып қалса, оны ішуге болмайды. Негізінде шай демделгеннен 30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттар мен қышқылдану процесі бастайды. Хош иісті заттар мен пайдалы деген құрамдас бөліктер фенол, леопид, эфир майы жарамсыз болып қалады. Қайта-қайта демделген шайдың пайдасы жоқ, керісінше зияны бар. Алғашқы рет демделген шайдағы пайдалы заттардың жартысына жуығын аласыз. Екінші рет демделген 30%, үшінші рет демделген 20%, ал одан кейін 10%дағы заттарды ала аласыз. Көп мөлшерде ішуге болмайды. Қара шайды көп пайдаланудың зияны бар. Сондықтан күнделікті қалыпты мөлшерді сақтаған жөн. Қалыпты мөлшер ащы емес шайдың 4-5 шынаяғы болады. Қазақ шайхор халық. Ата-әжелеріміз баяғыда шай ішсең көңілің жай деп мақалдағаны тегін емес. Шай тонса бойды жылытатын, шөл дегенде шөлді қандыратын, ұйқы басса сергітетін қасиеті үшін қазақ халқы осындай мақал арнаған екен. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.